Сәлеметсіздер ме баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен Wordle сайтының ата-аналар үшін де таптырмас мүмкіндіктері бар екендігін көрсеткім келеді. Егер сіз үйде балаңызға түрлі танымдық ойындар ұйымдастырғыңыз келсе, бұл видео сіз үшін. Алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бұдан да басқа қызықты әрі танымдық видеоларым туралы бірінші болып біліңіз. Мен бүгінгі тапсырмам үшін анаграмма шаблонын алдым. Енді біз осында баламыз үшін тапсырма құрастырып көрейік. Сөздерді тап деп қойдым. Бұл жерге енді мен жемістер мен көкөністердің атын жазатын боламын. Оңай тапсырма, әрі кішкентай балалар үшін танымдық тапсырма. Алма мысалы, алмұрт. Осылайша барлық жемістер мен көкөністердің атын жазып шығамын. Қарбыз. Мінеки бәрін жазып шықтық. Жүзім, қызанақ. Енді выполнение деген батырманы басамыз. Тапсырманы көрейік. Мінеки, яғни сөздерді құрастыру керек. Байқағанымыздай, бұл жерде балаға ешқандай көмек жоқ, подсказка. Енді біз осы тапсырмамызға подсказка қосып көрейік. Бұл үшін редактировать деген батырманы басамыз. Больше оның ішінде редактировать деген батырманы басатын боламыз. Бұл батырманы басқан кезде біз бастапқы тапсырманы орындаған бетімізге ораламыз. Енді осы жерден подсказками деген таңдаймыз. Мінеки сурет қоюға болатыны шықты. Енді осы жерді суреттің үстіне басатын болсақ, бізде іздеу жолағы пайда болады. Осы жерде жаңағы қажетті жемістеріміз бен көкөністеріміздің атын жазамыз. Мысалы, алма деп жаздық. Бізге міне алманың суретін шығарды. Енді осының біреуін таңдаймыз. Қазір мінеки қойылды. Осылайша қалған жемістеріміз бен көкөністерімізге суреттерді таңдап қойып шығамыз. Соңында выполнение батырмасын басамыз. Ал енді көрейік тапсырма қандай болды. Мысалы, қарбыз деген сөзді табу үшін бізде суреті берілді. Мінеки жаздық. Енді отправить ответ дегенді басамыз. Сонда дұрыс жауап шығып келеді. Балаңыз суретті қарап отырып тапсырманы орындайды. Тапсырманы дайындап болғаннан кейін отправить деген батырманы басамыз. Осы жерде тақырыбымызды өзгертіп қойсақ болады. Сөздерді тап, жемістер мен көкөністер деп. Келесі бетте бізде сілтеме шығады. Осы шыққан сілтемені көшіріп алып, баламызға жіберсек болады. Енді біз басқа тапсырма орындап көрейік. Пішіндерді сәйкестендір деп жаздым. Бұны сопоставить шаблон арқылы жасаймыз. Бірінші қолдың оң жағында біз ключевые слова дегенге пішіндердің аттарын жазып шығамыз. Оны жазып болғаннан кейін бағанағыдай определение деген жерге әр пішіннің суретін қоятын боламыз. Мінеки 3 бұрыш, шаршы, дөңгелек, тік 4 бұрыш, сопақша 5 бұрыш деп жаздым. Ал енді сәйкестендіретін суреттерімізді қойып көрейік. 3 бұрыш деп жазамын. Шыққан беттегі суреттен қалаған суретімді таңдап алып, жаңағы жерге орналастыру үшін таңдаймын. Таңдадым. Міне барлық пішіндердің суреттерін қойып шықтым. Выполнение батырмасын басу арқылы тапсырмамызды көрейік. Міне пішіндерді сәйкестендір деп тақырып қойдық. Балаңыз міне сөздерді таңдау арқылы қажетті, яғни дұрыс пішіндердің қасына апарып орналастырады. Осылайша, құрметті ата-аналар, сіздер де өздеріңіздің балаларыңызға қалаған тақырыпта, балалардың қызығушылығына сай тапсырмаларды орындай аласыздар. Бұдан да басқа көптеген шаблондарды қолдануларыңызға болады. Бұл кішкентай балалар үшін өте қызықты. Видеода орындалған тапсырмалардың сілтемесін сипаттама бөліміне қалдырамын. Ақпарат сіздерге ұнады деген ойдамын. Олай болса, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар.